адамның моральдық тепе-теңдігі дейміз ғой. Яғни мінез құлықтың тепе-теңдігі. Қалай түсіндіреміз мен мінез құлықтың тепе-теңдігі? Сіз себепсіз ашуланбайсыз. Ашуланғаныңыздың түбінде терең себеп болады. Себепсіз күлмейсіз. Себепсіз мінезіңізді қисаймайды. Қазір көп адам өзінен осындай қателіктер табады да, өзінен өзі ашулана салады. Көлік айдап келеді, біреу жолын кескенсе, аттасына баттасы ар жағына кетеді жаңағыдай. Бүкіл бәрін ата бабасы, жеті ата ұрпағы бәрі кетеді. Не болды сонда? Көлігіңдің алдынан былай өтіп кетті. Сен өтпейсің ба олай? Сен де өтесің солай. Ол адам ғой. Ол қателеспей ма? Қателеседі. Қателеспейтін адам бар ма жер бетінде? Жоқ ондай адам. Сен соны түсініп тұрсың ба? Иә. Бірақ түсініп тұрсаң да соны істедің ба? Иә. Сен әлі толысқан жоқсың. Сен моральдық тұрғыдан, яғни мінез тұрғыдан сен әлі жұмыс істеуің керек өзіңмен онда. Сен өзіңнің мінезіңді реттеуің керек. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында отыруға сахабаларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және оның Алланың Құраны соны үйретті. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдында даусын көтеріп сөйлеме деген сөзді айтты. Алланың алдында дауыс көтеріп сөйлемеңдер деді. Бірақ сыбырлап та сөйлеме деді. Сыбырлап екі адам отырса сөйлесуге болмайды, әдепсіздік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің мектебінде сахабаларға не деген керемет мінездер үйретті. Мен бір шетін оның бәрін айту мүмкін емес. Мен иманның сізбен бізге беретін жемістерін ғана айтам. Мысалы, исламдағы әдеп және оның шекарасы десем еді, онда 1,5-2 сағат сөйлесек екен, ол үлкен тақырып еді, оны ашамасақ керек. Бірақ мен шамам жеткенше жеткізгім келетіні, сіздің мінезіңіз жоғарыда айтқандай, бекерден бекер ұшып кетпейтін, ақылға қонымды болса, сіздің иманыңыз толысқан болады. Яғни сіз шошақай емессіз. Сіз өз-өзіңізді ұстай алмайтын бір түрлі емессіз. Осының барлығын дұрыстаған адам боласыз. Моральдық тұрғыда тепе-теңдік ұстайтын адам. Ол тепе-теңдікке қалай жетеміз десе, жинап айтсам, ислам мінезінің бәрін ұстайсыз деп айтсам, бітеді жауабы ше. Қалай жетесіз десе, оған бірнеше нәрселер бар. Көркем мінез дегеніміз, мен оны былай ашайыншы, көркем мінез, жаңағыдай ғана шәкірттерге аштым, соны қайталап берсем де үлкен дүние ғой деп ойлаймын. Екі нәрседен тұрады көркем мінез. Көркем мінезге жетем десеңізде осы екі нәрсе бар сізде. Біріншісі дұрыс сөйлеу. Сөз. Тіліңе еге бол. Көркем мінезді болғыңыз келе ма? Екі жақтың арасына кепілдік бер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім-де-кім екі жағының, екі аяғының арасына кепілдік берсе, мен оған жәннатта кепілдік берем дейді. Жәннатқа кіруіне кепілдік берем дейді. Ендеше көркем мінез тілді тыюдан басталады. Бұл өте үлкен энергия талап етеді. Я, сіздің күшіңіз талап етеді. Сіз мысалға шаршап үйге келдіңіз. Дұрыс па? Келдіңіз. Ал балаңыз жүгіріп келіп, шулап, немесе бәлдіру баттақ бір нәрсені айтып атса, мен андай қылдым, мен мында, ол өзіне маңызды нәрсе. Бірақ сен шаршап келдің. Не істейсіз? Көпшілік адам айтады, бала қойытшы. Тамағымыз ішіп алайық, балпылдамай. Бар, мамаң айт дейді, шешең айт. Тыңдамайды оны. Ер азамат, ол өйтіп, ол жұмсағы ғой ол. Болмаса, әкесі баласымен мүлде сөйлеспейді да, немесе ондай еркелігінде көтермейді. Кейде әйел адамда соған шыдай алмайды. Ер мен әйелдің арасындағы арақатынасқа да біз өзіміз көп қателік қыламыз. Солардың біреуі дұрыс сөйлеуге деген сабырлығымыз жоқтығы. Өйткені оған көп энергия талап етеміз да. Көп энергия талап етеміз. Ал білесіз ба? Жаман сөзге энергия аз кетеді. Оңай ғой, біреуге балағаттай салу деген, ақ ит кіріп көк ит шыға салады, бұрғата қалады. Оңайда. Сондықтан айтатыным, оны былай түсіндіретін едім. Бір жақсы затты сатып алам десеңіз, ол қандай тұрады бағасы? Қымбат тұрады, дұрыс па? Жоқ, арзан тұра ма?
қымбат тұрады. Жақсы зат әрдайым бағасы да жақсы болады ол. Мысалы, ат мінгіңіз келді. Жақсы жүйрік ат қанша тұрады? Кетеді ғой, тұрады, ары қарай кете береді, дұрыс па? Кемінде, мысалы, мен рахаттанып мінеш деген дұрыс жорғаңыз бір 15 миллион теңгеден ары қарай басталатын шығар. Әдемі бір үстінде отырған кезде кәдімгі бір қалыпты шай ішіп, шайнегіндегі шайың қимылдамай жүретін жорға болса. Мысалы да, ары қарай кететін шығар, содан ары қарай. Құдай біледі, 15 миллионға оның құлынын алатын шығарсын. Ал 500 мыңға ше? Енді 15 миллион қайда, 500 мың қайда? Дұрыс па? Сізге шыныменен мықты ат керек болса, сіз 500 мыңға ат аласыз ба? Сараң адам деген сондай болады екен да, ол біреуге емес, ақырында өзіне қимай қояды екен ғой. Өзіне қиямай қалады да. Сол үшін айтатыным, жақсы сөз сізден көп қуат талап етеді. Оған көп төлеу керексіз да, бірақ оның жемісі де керемет да. Жақсы сөздің жемісін айтайын ба? Сіз жұртқа жақсы сөйлесеңіз, сіздің досыңыз көп болады. Дұрыс па? Сіздің танысыңыз көп болады. Сіз үшін ашылатын есіктер де көп болады. Тілі тікенек адамның есігі көп бола ма ашылатын? Керісінше ашық тұрған есік жабылып қалатын шығар. Дұрыс па? Барып құртып келетін шығарсыз бір нәрсені. Ал біздің қазақта ол әуел бастан айтып қойған. Өнер алды не дейді? Қызыл тіл дейді. Түсінесіз ба? Өнердің түрі көп екен. Неше түрлі өнер көп. Оқ атқанда тиынға тигізетін, ана аттың үстінде шабатын, жүзетін, енді білмеймін, өнер көп енді. Бірақ сол өнердің ішінде ең төресі, шыңы қызыл тіл, сөйлей білу. Сол үшін басқа халық қайдам, араб халқында да бар ол. Біздің қазақ халқында тілді сыйлаған кезінде, енді қазір ондай дәрежеге бармаймыз біз. Қазір тілді сыйламаймыз. Біз уәжгеде тұрмай бара жатырмыз, Құдай бет аулақ қылсын. Қазір бізге кетіп бара жатқан нәрсеміз көп, бірақ соған оралайық деп айтып жатырмын. Баяғыдағылар уәжгеде тұрған, сөздің төркінінде түсінген. Қазір біреуге андай қағазға орап сөйлесең түсінбейді да, кейде үлкен қаланың адамдарына барып бір әспеттеп қағазға орап сөйлесең бетіңе бақырайып қарап тұра береді. Маған тік айтсай дейді. Маған тік айт дейді. Иә, жоқ, бітті. Оған әдемілеп сөйлеу, сөз қадірі, сөздің мәні, сәні деген нәрсе жоқ. Ал біле білсеңіз, бұл өнер. Бұл өте көп энергия жұмсалғанменен сіздің ашпайтын есігіңіз жоқ. Сіздің осы дүниеде досыңыз көп, жақтаушыңыз көп, алатын жемісіңіз көп. Ал қияметте соның бәрі сіз үшін жақсылық болатын, шапағатшы боп куәгер болады. Сол үшін, құрметті жақсылар, көркем сөз бұл көркем әдептің есігі. Онсыз біз иманға толыспаймыз. Біліңіз, мен көп намазхан адамдардан байқаймын, өсек сөз, ғайбат сөз, өтірік уәде, өтірік сөз беру, өтірік куәлік қылу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалған сөзді соншалықты ұнатпағаны мұсылман адам қорқақ болуына болады дейді. Мұсылман адам өтірікші болуына болмайды дейді. Бұл иман менен кереғар дүние. Түсінесіз ба? Иманның жемісі көркем мінез деген кезде тілді неге айтып жатырмын? Өйткені сіз тіліңізді түзетпесеңіз, иманыңызды түзете алмайсыз. Және де керісінше, сіздің тіліңіз дұрыс емес па, онда иманыңыз да сондай қисық. Ал қанша намазхан адамдарды мен білемін. Үйінде қандай аузынан ақ ит кіріп көк ит шығады. Анау намазхан ба деген кезде, анау сөйлеген кезде бар ғой, анау орыс тілінде айтады, құлағың домаланып шіріп кетеді ішке қарай кіріп ше ананың сөздерінен. Ана бір небір нәжес сөздерді айтқан кезінде, бұл қалай бұл намаз оқып жүр дейсің. Құдай-ау, қалай маңдайын сәждеге қояды, бұның аузынан қалай калима шығады дейсіз. Небір нәжес сөздерді айтқан кезінде жеркеніп кетесің.
Бұл иман менен кереғар дүние. Бауырлар, дұрыс ұғынып алайық. Тіліңді түзетпейсін бе, иманың дәл сондай қисық. Екінші нүкте мінез құлық. Деді қой, сол көркем мінезді болғыңыз келе ма? Яғни иманды адам болғыңыз келе ма? Немесе иманның жемісін көргің келе ма? Екінші нәрсе амал. Біреу тіл болса, екінші амал. Көркем амал жасау, яғни жақсылық жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрдайым жақсылық жасауға шақырып кеткен. Мұсылман адам жеміс ағашына теңеген. Оған жұрттар тас лақтырса, ол жұртқа жеміс лақтырады деген. Халқымыз әуел бастан айтқан. Біздің қазақ халқында да ол мақал бар. Таспен ұрғанды немен ұр дейді? Аспен ұр дейді. Әдесе мә деген сөз емес. Кішпейілдік, жақсы іс, біреуге жақсылық жасау, бұның барлығы есеппен болмайды, есепсіз жасалады. Мен сондай адамдарды білем, біреуге жақсылық жасаса есептейді оны. Өзінің жақсылығын өткізіп қойып, соның ақысын сұрау үшін есептейді. Ол адамда иман дәл сондай қисық. Құдай сақтасын, имансыз деп айтуға тілім жоқ. Олай айтуға хақым да жоқ. Бірақ менің айтпағым, ол адам иманын дұрыс жасамады. Иманы оның жеміс бермей тұр. Жақсы істі рахмет сұрамай жасайды мұсылман адам. Оны әуелгі пайғамбарлардан басталады. Мысалы, Ясин сүресінде «Ла нас'алукум ризқан» деп айтады. Ясин сүресінде сондай келеді. Иса пайғамбар бірнеше өзінің атынан пайғамбарды Антакия қаласына ескерту үшін жібереді. Сонда сол қалаға барып ескерту айтып атқанда халық келіп, «Ей, сендер со дін алып атсыңдар ма? Артынан сатайын деп тұрсын ба? Ақша сұрайын деп тұрсын ба? Не істейін деп тұрсын?» дегенде, біз сендерден ешқандай рызық сұрамаймыз дейді. Дін ешқашан ақшаға сатылмайды. Діни қызмет немесе біреуге жасаған жақсылығың артынан қарымта сұралмайды. Түсінесіз ба? Қарымта сұралмайды, ендеше не болады? Алла үшін жасау дегеннің мағынасы міне осы. Сіз не істесеңіз де Алла үшін жасайсыз. Сонда барып сіздің амалыңыз жеміс береді. Немесе басқа жағынан айтайыншы. Құранда Алла тағала айтады. «Құли амалу». Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айт дейді. «Уа халайық, амал жасаңдар. Фасаяраллаху амалакум». Сендердің амалдарыңызды Алла көреді дейді. Ал бір адамдар болады, амал жасайды. Ақысын алғың келе ма? Алла сені көріп тұр уже. Бол, соған мақтана бер. Аллаға болады екен да, Аллаға айтсаңыз болады екен. Мен Аллаға мен ананы жасап қойдым, мынаны жасап қойдым, мынаған жәрдем бердім, анаған жәрдем бердім. Тіліңіз тиямай кетіп баратыр ма? Біреуге айтқың кеп баратыр ма? Жай намазға барыңыз да, Аллаға айтыңыз соның бәрін. Жасаған жақсылығыңыздың бәрін Аллаға айтыңыз. Бұл риякерлік болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риякерлікті солай қылып түсіндіреді. Риякерлік дегеніміз ол кіші шірк дейді. Аллаға серік қосудың ең кішкентай түрі дейді. Қараңғы түнде, қараңғы тастың үстінде қап-қара шымал қалай жүреді? Естесің ба соны? Көресің ба? Жоқ, тура солай келеді адамға дейді. Иманыңды дәл солай жоқ қылады дейді. Риякерлік деген сондай жаман нәрсе. Біреуде жасаған жақсылығыңды айттың ба, ол жоқ болады ол. Пайғамбарымызға ең алғашқы түскен аяты «Уәлә тәмнун тәстәкфир» деген сөз. Муззамил сүресінде келеді. Ей Мұхаммед, міндет қылма, және жасаған амалыңды ешқашан көп жасадым деме деп айтады. Бұл иманның міндеті. Не жасасаң да көп жасадым демеңіз. Не жасасаңыз да міндет қылмаңыз. Аллаға тапсырыңыз. Айтыңыз кеп баратыр ма? Ішіңіздегі шайтан, айтсай деді ма? Аллаға айт. Фасаяраллаху амалакум. Алла көреді, пайғамбар көреді, періштелер көреді, мұсылмандар көреді деп айтады. Бірақ біліңіз, оларға айтуға болмайды.
Алладан басқаға сіз жасаған жақсылығыңызды айтуыңызға болмайды. Көркем мінез дегеніміз жақсы амал екен. Жақсылық жасауға дәл сондай жоғарыда айтқандай көп энергия кетеді. Күш қуат керек біреуге жақсылық жасау үшін. Жамандық жасау деген өте оңай ғой. Біреудің жолын кесу, біреуге қырсықтық жасау, біреуді құрту, жою, ол шайтанның сізге ой салады, сіз бірден жасайсыз оны. Ал қызығын айтайын ба одан кейінгі? Одан кейінгі қызығы сол болады. Құран-ы Кәримде Алла Тағала айтады, мен дейді Алла Тағала, әрбір адамға серік бір жыннан, шайтаннан серік қылып қойғанмын дейді. Сол серігі ертең келген кезінде біз содан жалына айтады екенбіз, мынау адам, мынау менің серігім, яғни менің шайтаным, осы жамандықты мені нұсқады деген кезінде ішіміздегі шайтан айтады екен, пәленше, мен жалпы айтып жатыр мағынасын. Құрандағы мағынаны жалпы айтып жатырмын. Пәленше, мен сен қолыңнан тарттым ба? Соны істеуге? Мені көрдің ба? Мені естің ба? Жоқ, мен саған жай ғана уәсуәс, жүрегіңе жай ымдадым дейді, кішкентай. Оны жасаған кім? Сен. Оны ішіңде ниет қылған кім? Сен. Айналайын-ау, Құдайдың бәлесі жауған кім? Сен. Басыңа жауған бәлені маған тартпа дейді. Қай-қай? Аррақ дейді. Өйткені оныкі дұрыс айтып жатқаны. Ол жай ғана сізді ымдады. Анаған жамандық жасасай деді, қырсықтық жасасай деді. Біреуге жамандық жасау, немесе біреуді соға салып, ұра салу, біреуді қиратып жіберу өте оңай. Сол үшін орыс тілінде, орыс халқында да айтады ғой, ломать не строить дейді. Бұзу, о түзеуменен кең келмейді ол. Бір нәрсені бұзу өте оңай. Бірақ біліңіз, бұзылған дүние қайтадан орнына келу өте ауыр. Ал біліңіз сол үшін, жақсы амал бұл сіз үшін қымбат болса, оның құны да қымбат. Оған энергиямен, күш қуатпен төлейсіз. Бірақ алатын жемісіңіз білесіз ба? Құран-ы Кәримде амал қылған адамдардың жемістері деп жәннаттың неше түрін уәде қылған. Бұл амал қылған адамдар үшін, бұл амал қылған адамдар үшін деген аяттарды Құранда іздесеңіз жетіп жатыр. Бүкіл жәннат, Алланың бүкіл мейірімі, пайғамбардың шапағаты бәрі осы амал жасаған адамдардікі. Жақсылық жасаған адамдардікі. Тіпті пайғамбарымыз жасаған жақсы амалды Аллаға ғана айту және жасаған амалың осы дүниеде пайда беретіндігі туралы әдемі бір хадис айтады. 3 адам үңгірде қалып кетеді ғой, естеріңізде ма? 3 адам үңгірде қалып кетеді. Сөйтіп үңгірден шыға алмай қалады. Не істейді олар? Жасаған сауап амалдарын айтады ғой. Аллахым дейді, мен осындай сауап амал жасадым. Кім үшін жасадым? Аллахым, сен үшін жасадым. Ендеше сол шынымен ақ ниетім сондай болса, бізді құтқаршы деген кезіне тас қимылдайды екен, ана үңгірді жауып қалған. Осылайша үшеуі айтқанда ана тас домалап кете берді. Үшеуі үңгірден шығып, аман есен жолдарын жалғастырды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзін аяқтайды. Айтқым келгені, бауырлар, көркем мінез иманның жемісі. Көркем мінез дегенді екі нәрсемен түсіндірдім. Біріншісі көркем сөз, екіншісі көркем амал. Екеуі де сізден өте орасан көп күш талап етеді. Бірақ сол күшіңізге арзитын жемісі де өте көп. Ендеше сіз осы істі жасамайсыз ба, сіз иманның жемісін көрмейсіз. Сіздің иманыңыз қандай дәрежеде? Иманыңыз дұрыс па? Дұрыс бағытта бара жатсыз ба? Көргіңіз келе ма? Осы 5 нүкте маңызды деп пайғамбарымыздың сахабаларының өмірінен айтып, мен әдейі қорытып беріп жатырмын.